Саламатсыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз тағы да пайдалы подкаст арнасында сіздермен жүздесіп отырмыз. Бүгінгі негізгі қозғалатын тақырып мектебімізде өткен кітапқұмар 3 байқауының аясында өтпекші. Яғни осы кітапқұмар 3-те оқылған Ақыл ала гүлдер өлкесі деген Григорий Петровтың шығармасы бойынша сөз өрбітетін боламыз. Бүгінгі біздің шығармамыздың кезекті қонағы 10-шы А сынып оқушысы Алдиярова Аружан қызымыз қонаққа келіп отыр. Қош келдің, Аружан. Ал Аружан тағы да кітапқұмар 3 байқауының жеңімпазы болғанын шын жүректен құттықтаймыз. Яғни бірінші осы кітапқұмар 3 байқауының жеңімпазы болған осы әсері бойынша чемпион болатынын алдын ала білдің ба? Осы бойынша бір екі ауыз әңгіме айтып өтсең. Негізі мен қатты бірінші орын аламын деп ойламаған, бірақ алдыма мақсат етіп қойдым, сол мақсатыма жеттім. Және де менің жанымдағы серіктестерім, яғни бәсекелестерім мықты болды. Олар озат деп ойлап едім. Мен жеңдім. Жеңгенің кезде қатты қуандым. Ата-анам да мен қуанды. Маған жарайсың деген сияқты өз қолдауларын білдірді. Бірінші турда да яғни оқ бойы озып шықтың барлық не бойынша, екінші турда бірақ енді онша ұпай жиналмады. Бірақ үшінші турда бәрібір қайттан өзіңнің биігіңнен көрініп отырсың. Бұл да бір екінің бірінің қолына келе бермейтін былайша айтқанда жетістік деп айтуға болады. Яғни мектебімізде қатарынан осымен 3-ші рет өтіп жатқан байқау. Былтырғы байқауда яғни 3-ші орын алып қалған болатын. Биыл сол 3-ші орынды 1-ші орынға айналдыру деген сөз, бұл да бір табандылықтың, алға қойған мақсаттың нақты екендігін білдіреді деп ойлаймыз. Ал енді шығармамызға келсек, жалпы шығарма бұл басында басталған кезде жалпы Мәскеу театрының іргетасын, яғни құлауынан басталды, яғни құлау жағдайында тұрған кезін бізде жалпы сипаттайды. Осы оймен автор оны шығармаға не үшін қосты? Осы Мәскеу іргетасы арқылы басқа көрерменге, тыңдарманға не айтқысы келді деп ойлайсың, өз ойымен қысқаша бөлісе кетсең. Бұл жерде негізгі Финляндия мемлекеті алпауыт мемлекет болмаған негіз басында. Жерінің өзі батпақты, суық, тіршілік етуге қолайсыз болатын. Бірақ олар өздерінің мәдениетінің, білімінің арқасында осы дәрежеге, яғни қазіргі таңда елі озық елдің қатарына кіріп отыр. Бұл да бір өздерінің халқының ішіндегі зиялыларының арқасында деп ойлаймын. Және де бұл жерде мемлекеттің іргетасы ол қазіргі жас буынның жастардың арқасында. Яғни егер жастар білімсіз немесе надандықтың жолында болатын болса, олардың мемлекет ұзаққа бармайды, яғни құлайды. Мысалы бір үйде еске алатын болсақ, оның фундаменті дұрыс қаланбаса, ол үй көпке шыдамай ол да құлайды деген секілді. Егер олардың іргетасы, яғни жастарға дұрыс тәрбие, тәлім беретін болса, олар жақсы жетіліп өсетін болса, ол мемлекеттің іргетасы мықты қаланады. Болашақта ол мемлекет барлық мемлекеттерге ешқандай бұдан болмай, өзін ары қарай алып кете алады деп ойлаймын. Керемет жауап. Яғни жалпы кез келген империялармен салыстырып өтті ғой. Ол империялардың өзінде де яғни осы іргетасының мән бермеу арқылы, осы жастарға мән бермеу арқылы, яғни кейін ол мемлекеттердің де құлдырағанын көруге болады. Және де біз осы жастарға білім, мәдениет, құндылық сіңірмейтін болсақ, онда біздің мемлекетімізде де яғни надандық жайылатын болса, біздің мемлекетімізде бодан болып кетуіне ешқандай кепілдік жоқ екен. Жалпы енді осы былайша айтқан кезде шығарманың батырлары дейміз ба, негізгі кейіпкерлері, яғни Снелман деген, яғни былайша айтқан кезде күрескер дейміз ба, жалпы осы ағартушы дейміз ба, осы негізгі мәселені, қоғамның проблемасын көре біліп, жалпы жастарды осы ең алдымен білім мен мәдениетті үйретуге тырысқан жалпы тұлға осы Снелманның еңбегі біздің яғни Қазақстандағы жағдаймен салыстыратын болсақ, яғни қаншалықты яғни бір-біріне ұқсастығы бар деп ойлайсың? Қазіргі таңда бәсекелестер елдер өте көп. Сол елдер арқылы біз өзімізді дамытамыз, сол елдерге қарап біз бой түзейміз. Яғни олардың бұдан да болмау үшін
қазірден бастап олар қазір мысалы елдер бір-бірімен бұрынғыдай соғыспен елді жаулап ала алмайды. Олар қазіргі таңда үздік инновациялық технологиялармен өзінің ғылымы арқылы елдерді бір-бірімен бәсекелеседі. Иә. Сол арқылы олар өздерінің мықты екенін дәлелдеді. Сол себепті бізде олардан қалыс қалмауымыз үшін қазірден білім алып, білімімізді жетілдіруіміз керек. Мен де мысалы кезінде білім алу тек өзім үшін, немесе ата-анамның үмітін ақтау үшін деп ойлайтынмын. Бірақ былай осы кітапты оқи келе, бұл тек өзім үшін, ата-анам үшін, немесе мектепте жан-жағымдағы достарым үшін ғана емес, осы бір мемлекеттің бір жоғары деңгейге жету үшін екендігін түсініп отырмын. Керемет жауап. Ал енді жаңа Снеллманның тақырыбына қайтатын болсақ, тарихтағы Карлейн деген тарихшы, яғни тарихты қаһармандар жасайды деген тұжырымға келеді. Ал Лев Толстой керісінше тарихты жасаушы халық деген пікір айтып отыр. Яғни бұл жерде Финляндияны Снеллман құтқарды ма, жоқ әлде Снеллманға ерген халық құтқарды ма деген яғни болуы мүмкін. Басқа көрермендерге, тыңдармандарға, оқырмандарға сенің ойыңша қайсысы үстем болды деп ойлайсың? Негізі кітап бойынша айтып еді ғой, бұл екі тұжырым, бір ақшаның екі жүзі іспеттестік. Бірақ менің ойымша Карлейдің тұжырымы маған ойға қонымды болып тұр. Өйткені Снеллман фин халқы негізінен алғашында шведтерден бойдағына қалған кезде олар надан, ішкілікке салынған, өте білім сапасы да өте төмен болатын. Ал Снеллман оларды қазіргі деңгейіне жеткізді. Яғни оларға идея салды, алға жетеледі. Сол арқылы халық қазіргі таңда сол идеяны жүзеге асырып, халық осы жағдайға жетіп отыр. Егер мысалы бір халық өздері алға жүргізіп келмесе, онда бір көшбасшының өзі жеткіліксіз болады. Ал егер бір халықтың көшбасшысы жоқ болса, ол халық адасады. Сол себепті екі тұжырым бір-бірімен негіз келіп тұр. Иә, өте керемет жауап деп ойлаймыз. Ал енді осы Снеллманның тағы бір сынаған нәрсесі фин халқының ағылшындарға ұқсап жалпы футболға еліктеп, сол доп тепкенге өзінің іште қарсылығын білдіреді. Және осы қарсылығын білдірген кезде ол нақты бір мысалдармен, яғни Сократ пен Геркулестің екеуін мысал ретінде алады. Яғни осы Сократ пен Геркулес яғни алған кездегі түсіндірудегі мақсаты не? Яғни Сократ бұл жерде не болып тұр ғой? Жалпы ой, ақыл иесі болып тұрса, Геркулес күш иесі болып тұр. Онда фин халқына, яғни Снеллман не айтқысы келіп тұр осы арқылы, яғни осы ой арқылы, осы мысал арқылы нені насихаттағысы келді? Менің ойымша бұл жерде Геркулес тек күштің иесі, ал Сократ тек ақылдың иесі болғандықтан ол екеуінің де ортасында болуларын керек деп айтқысы келген болар. Өйткені ол тек күштің өзімен бір нәрсе шеше алмайсыңдар, немесе тек ақылдың өзімен денсаулықтарыңды құртып алулары мүмкін. Сол себепті екі адам секілді екеуін де тепе-теңдікте ұстау қажет деп ойладым. Абай атамыздың айтпақшы, ақыл қайрат жүрек үшеуін бірдей ұста деген әңгімеге келіп тұр ғой. Сондықтан, яғни фин халқын тек қана ағылшындар ұқсап, олар ағылшындар жалпы уақыттарын тиімді былайша айтқанда рахатпен өткізу үшін ғана ойнады ғой футболды. Ал Снеллман осы, яғни олар сияқты тек қана футбол ойнап қана қоймай, ақылдарын да іске қосып, яғни оны бір елдің дамуына бір үлес қосуларына шақырған болатын деп ойлаймын менің ойымша да. Ал жалпы мен бір не тыңдап отырып, бір подкаст тыңдап отырып, 3F теориясы деген теория ойлап тапқан деген теория бар. Яғни 3F теориясы: бірінші футбол, екіншісі жалпы фиеста деп аталады, үшіншісі флирт деп аталады жалпы ағылшынша айтқан кезде. Яғни біріншісі футбол фанаттарын көбейткен сайын футбол ойын фанаттары, яғни бұл жерде футболға жанкүйер болу басқа, фанат болып кету басқа да, осыған тыңдармандар түсініп алу үшін футбол фанаттарын көбейту арқылы адамдардың ойын жалпы басқа жаққа бұру, маңызды мәселелерді бұруға әкету да, мысалы қоғамдағы елдің болашағы, дүниені құтқару деген сияқты ірі проблемалардан, яғни фанат болу арқылы, яғни елдің былайша айтқан кезде ойын басқа жаққа бұрып жіберу керек. Бұл бір саясат болған екен да осы.
Сондықтан да бұл саясат яғни біздің қоғамымызда қазір көрініп тұр. Жалпы реал фандар мен барса фандардың арасында да өте көп қақтығыстар болады. Былайша айтқан кезде сырттан қарап тұрсаң таң қаласың, бірін бірін етін жеп тіпті өлтіріп қоюға да дейін баратын нелері бар. Сонда яғни бұл фанатизмнің жақсы емес екенін айтқымыз келіп тұр ғой бұл арқылы. Екінші яғни фиеста деген сөз бұл көңіл күйін көтеру үшін қолданылатын бағдарламалар, сол сияқты түрлі жалпы қазір әлеуметтік желілер осылардың бәрінің көбеюі. Бұл фиеста бұл да сол жеңіл нәрселерге адам әуестенгеннен сайын бұл маңызды ірі мәселелерді, мысалға мемлекеттік маңызы бар, дүниелік маңызы бар, елдік маңызы бар, әлеуметтік маңызы бар, осындай мәселелерді ойда адам ұстай алмайды. Сондықтан бұл екінші теория. Үшінші флирт деген жалпы бұл жаңағы зинақорлық деп айтсақ болады біздің жалпақ тілмен. Яғни осы нәрселерді ашық насихаттау арқылы қоғамда былайша айтқан кезде өздері басқару үшін, манипуляция жасау үшін, яғни олардың айтқанына білгізу үшін осы үш теориясын ойлап тапқан дейді. Сақтану керекпіз деген ойда тілге тиек етіп өткен жөн көріп отырмын осы сәтті пайдалана отырып. Ал енді өзіміздің жаңағы шығармамызға қайтатын болсақ, жалпы мектептің тәрбиесі, жастар тәрбиесіндегі рөлі қаншалықты шығармада айтылды, яғни мектеп не істеу керек деді, және өзіңнің жеке ойың осы мәселе бойынша. Менің ойымша, мектеп жағынан мектеп емес, отбасымыз да бізге біліп дұрыс тәрбие беру керек. Яғни екеуі екі жағынан. Мысалы, отбасы бізде мінез құлығымызды, ата-анамыз бізге дұрыс уақыт бөлсе жеткілікті. Егер ата-анамыз бізге дұрыс көңіл бөліп, махаббат шуы, уақыт бөлу қажет. Мінезімізге, тәрбиемізге әке-шешеміз, әсіресе әкеміз бұл рөлде қатты рөл ойнайды. Ал мектеп бізде дұрыс бағдар мен тәртіп және білімді, сапалы білім беру керек. Екеуі бірге болу керек. Мысалы, екеуі бірге болса, бізде мысалы бір ағашты жас жеткіл бала ағаш жете есептейтін болсақ, ағаш жақсы нәрі тамыры тереңге жайған, жақсы жеміс берген, гүлдеп тұрған ағаш болады. Ал егер ата-анамыз бізге ақша тауып, тек қана ақша тауып бізге дұрыс уақыт бөлмесе, онда біз рухани бос қаламыз. Және де мысалы жаңағы ағаш сияқты тамырымызды тереңге жай алмай, солып қалған ағаш сияқты болып қалуымыз мүмкін. Сол себепті екі жақты бірлесіп жұмысқа атқарғаны өте маңызды деп ойлаймын. Жақсы, керемет. Ал енді осы шығармадағы тағы да бір, яғни қаһармандар дейміз ғой, жалпы Ярвенен, Акунен және Гульбе деген осы қаһармандардың өзінің қалай жетістікке жеткені туралы да біраз әңгімелер болды. Осылардан қандай сабақ алдың сен өз өміріңе? Яғни бұлар қарапайым жұмысшыдан бастап өзінің жаңағы жалпы бизнес дамыған үлкен тұлғаға айналғанша қаншалықты саған ықпал етті, әсер етті? Мен бұны оқыған кезде қатты мені ойландырды. Мен қазірден бастап қалай ақша тапсам болады, қалай бизнес бастасам болады деген ойлар келді. Бірақ ойлап қарасам, қазіргі біздің бизнесіміз ең алдымен дұрыс білім алып, сапалы білім алу екенін түсіндім. Болашақ қазір біз білім алсақ, болашақта одан да мықты бизнестер аша аламыз деп ойлаймын. Жалпы тек қана кәсіппен ғана өмір сүре алмайсың, ол кәсіппен қоса білім болу керек, ол бизнес ұстап тұру керек, ол бизнесті ары қарай дамыту керек. Оның барлығы ол тек қана еңбекқорлықпен ғана шешілмейді, бағана айтпақшы, тек қана күшпен ғана, қол күшімен ғана шешілмейді, оған ақыл күші бәрі әсер ететін, пайда келтіретін болғандықтан біз білімсіз еш жаққа ұзаққа бара алмайтынымызды яғни айтқысы келіп тұр ғой. Бұлардың бәрі жай ғана мысалға Ярвенен деген тосап патшасына айналып отыр, Акунен деген аяқ киім шығарудың мықты несіне айналып кетті, Гульбе дегенде бұл әшейін жұмыртқаның өзін жұмыртқа патшасына айналып кетті. Дәл осы сияқты яғни Каракоп дегенде болды, ол да бір бидай патшасына айналып кетті деген сияқты. Олардың барлығы жалпы өздерінің іскерлігімен қоса өздерінің сондай жаңағы адалдығымен, шынайылығымен яғни осындай нәрсеге қол жеткенін көруге болады ғой. Жалпы олардың қоғамға жаңағыдай жалпы білім саласына бөліп отқан қаржылары, жалпы дамыту үшін жаңағы түрлі сайыстарға, түрлі қаржыларын жұмсаудың барлығы олардың яғни елінің дамуына өте үлкен пайдасын келтіріп отқан кәсіпкерлер болды. Финляндияның жаңағы дамуының ең басты рөлінде тұрған қаһарман бұл Снельман болып есептелетін болса, енді біздің Қазақстан мысалға жалпы өткен тарихтың бәрін еске алып, солардың бәрін
біздің қазақта осы Снелманға ұқсаған қандай былайша айтқанда тарихи тұлғалар бар деп ойлайсың? Сенің ойыңша қандай сол тарихи тұлғалар сол Снелманның дәрежесінде бізде еңбек етіп біздің халыққа пайдасы тигізген? бізде мысалы Снелман фин халқын саналарын сілкіндіріп оқу білімге оқуға көздерін ашқан болса, бізде мысалы Абай бізді білім ғылым алуға шақырған болатын, білімге шақырды. Білім алыңдар, ол сендердің ертеңгі жеңістерің деп айтқан болатын, өздерінің әртүрлі қара сөздер шығармалар арқылы жеткізген болатын. Ал Ыбырай Алтынсарин бізде мектеп ашып, кел балалар оқылық деп оқуға балаларды шақырған болатын, бізге дұрыс білім алуға мүмкіндіктер жаратқан болатын. Мысалы алаш ұлт зиялылары болса, олар ұлтты бірлікке шақырған болатын. Осылардың барлығы әртүрлі іс-әрекеттермен, бірақ барлығының мүдде мақсаттары бір болатын, яғни халықты надандықтан, яғни қараңғылықтан жарыққа шығару болатын. Және де егер фин халқы үшін Снелман қандай тұлға болса, біз үшін де осы ұлт зиялылары біз үшін де дәл сондай тұлға болып саналады. Керемет жауап. Жалпы менің ойымша, яғни кезінде Қожа Ахмет Яссауи да осындай, яғни адамдықты құтқару үшін рухани білім беріп, жалпы халықты бүткіл түркі елінің жалпы піріне айналып кетті ғой. Қазіргі егемен Қазақстанға көшетін болсақ, қазір осындай қайраткерлер бар ма? Жалпы менің пікірімше енді отбасы хрестоматиясының ұжымын айтуға болады. Егер оқыған болсаң, мысалы Санжар Керімбайлар айтатын болса, олар осы системаны дұрыс түсінген, деймін, осы жүйені дұрыс түсініп, олар жаңағы жастарды бәрін надандықтан құтқару үшін әрекет жасап отыр ғой. Кітаптарын шығарып, жалпы кітаптардың оқырмандарын көбейтіп, қазақ халқында жалпы кітапқа құмарлықты арттырып, түрлі байқаулар ұйымдастырып, кеше ғана Қаныш және ғылыми майдан туралы республикалық жарыстар өткізіп жатқан сол жердегі мысалға істердің бәрін байқайтын болсақ, олар қазіргі Снелман, яғни осы Санжар Керімбай және олардың командасы деп ойлаймын. Ал жалпы Аружан, жалпы кітап құмарға қатысып, уақытыңды бөліп, сол кітап құмармен бізбен бірге болғанына тағы да алғыс білдіргіміз келеді. Өзіміздің атымыздан, жалпы мектеп әкімшілігі атынан келесі 11-ші класста енді қатысасың ба қатыспайсың ба білмейміз. Сондықтан подкасттың соңында жалпы жүргізушіге сұрақ деген тағы бір айдар бар. Маған қоятын бір сұрақ болатын болса, кезек соған келіп қалды енді. Егер сіз Снелманның орнында болатын болсаңыз, сіз қандай іс-әрекет ұстанатын болар едіңіз? Снелманның дәуірінде болсам ба, или қазір? Қазіргі болсын, сол кездегі болсын. Негізі сіздің ойыңызша қандай? Снелманның саясатын былайша айтқан кезде оның жемісін бергенін көре отырып, яғни дәл сол жолды жүріп өтуін өзі мысалға үлкен күш қайрат жігер талап етеді деп ойлаймын. Сондықтан Снелманның жалпы ұстанымын, жалпы ол қарапайым халықтан бастап билік өкілдеріне дейін барып өзінің идеясын өткізіп айтып, олардың бәрін өзінің артынан ертіп жүруі, бұл былайша айтқан кезде үлкен ерлік, үлкен батырлық, үлкен ақылдылық, даналық деп ойлаймын. Сондықтан ол жерде мен оның ешқандай саясатын өзгерте алмаймын. Ол жалпы тіпті дін өкілдерімен де кездесті. Бірақ енді Снелманның бір кемшілігі, менде ондай қайрат жігерді менде қазір оншалықты көре алмай отырмын өзімнің. Қазір мысалға мектеп проблемасындағы проблемаларды өзгерте жіберуге де мысалға қолымнан ешнәрсе келмей жатыр. Енді барынша осы кітап құмар байқауы, брейн-ринг байқауы сияқты байқауларды ұйымдастырып, соларға ұқсаған сияқты болып жатқан болуымыз мүмкін. Подкаст ұйымдастыруда да осы сөйлеуді үйренсек, бір-бірімізге деген, яғни пікірімізді жеткізе алатын болсақ деген мәселелердің бәрі соған ұқсасақ деген ойдан туған түбі. Бірақ енді мұндай болып, осындай бір пайда тигізіп өтсек, енді ол мемлекет дәрежесінде болмаса да осы мектеп дәрежесінде сондай неге жеткен болсақ, онда өзімізді бір мақсатымыз жеткен деп есептейміз. Сұрағым біраз ауыр сұрақ болып қалды, шыны керек. Онда да рахмет. Жалпы бүгінгі подкаст мен былайша айтқан кезде еркін, рахат, бір еркіндік сезімде отырып жүргізген подкасттардың бірі болды деп ойлаймын. Оған себеп болған бүгінгі біздің қатысушымыз Аружан деп ойлаймын. Себебі өзінің ойын жақсы айтып отты, және де ешқандай
несін қиыншылық тудырмады жүргізуге. Сондықтан да Аружанның келешектегі болашақтағы карьерасына дейміз ба, болашақтағы өміріне дейміз ба, біз сәттілік тілейміз. Құдай қаласа елдің СНЛ-ның артынан ерген қаһарман азаматшалардың бірі болып жүреді деген сенімдеміз. Сол осындай жақсы сеніммен бүгінгі подкастымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыз.